Сәлем достар! Барлықтарыңыз ұлттық бірыңғай тестілеу жайлы білесіздер және оны мектеп бітіргеннен кейін міндетті түрде тапсырасыздар. Бүгін біз ОБТ жайлы негізгі ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ұлттық бірыңғай тестілеу Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына түсу үшін тапсыратын мемлекеттік міндетті емтихан болып табылады. Оны мектеп пен колледж түлектері тапсырады. Егер сіз ОБТ-дан жоғары балл жинасаңыз, сіз грантқа түсе аласыз. Грантқа түсу деген сіздің оқу ақыңызды толығымен мемлекет өзі төлеп береді. Сіз тек қана өзіңізге қажетті құрал-саймандарды аласыз. Ал егер сіз ақылы бөлімге түсемін десеңіз, ол кезде де ОБТ тапсыруға міндеттісіз. Себебі ұлттық бірыңғай тестілеу ол мектептегі 11 жыл бойы жинаған білімді сіңіретін, өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің деңгейіңізді көрсететін, дәлелдейтін емтихан болып табылады. ОБТ-ны тапсырмай сіз ешқандай университетке түсе алмайсыз. Себебі университетте оқу үшін сізде міндетті түрде орта білім болу керек. ОБТ тапсыруға 4 сағат беріледі және сіз 5 пәннен емтихан тапсырасыз. Олар математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы және Қазақстан тарихы. Бұл 3 пән негізгі және міндетті пәндер болып есептеледі. Ал қалған 2 пән сіздің бейіндік пәндеріңіз болып табылады. Олар сіздің болашақта таңдап жатқан мамандығыңызға тікелей қатысты. Мысалы, сіз экономика бағытын таңдап жатқан болсаңыз, сіз математика және география пәндерін таңдайсыз және осы пәндерден ОБТ тапсырасыз. Сіздің грантқа түсуіңіз немесе түспеуіңіз жалпы ұпай санына байланысты. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуде жалпы ұпай саны 140. Әр мамандықта грантқа және ақылы бөлімге шектік балдар әртүрлі. Гранттың шектік ұпайы конкурс нәтижесінде белгілі болады, ал ақылы бөлімнің шектік ұпайлары оны мемлекет бекітеді. Мамандықтардың шектік ұпайларын келесі видеоларда айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.